Сәлем достар, біздің жер шарымыз таңғажайып мекендерге толы. Мысалға айтатын болсақ, табиғаты өте сұлу, көздің жауын алатын жерлерден бастап, қорқынышты жерлерге дейін кездестіруге болады. Қабыл алыңыз, бүгін біз сіздермен әлемдегі ең қауіпті жерлер жайлы айтатын боламыз. Видео басталмай жатып лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Тролль тілі. Бұл таңғажайып әрі қауіпті жер Норвегияда Одда деп аталатын кішігірім қалашықта орналасқан. Бұл жер Норвегиядағы ең атақты жерлердің бірі десе де болады. Ал тролль тілі деген ерекше атауды бұл жер Скандинавия мифологиясының тылсым жаратылысының тіліне ұқсағандықтан иеленген. Сонымен қатар тролль тілі өте жақсы жасырылған және оны табу қиын. Егерде сіз ойларыңызбен оңаша қалып, тыныш жер іздеген болсаңыз, онда сізге керек жер осы. Керакболтен. Керакболтен тағы да Норвегиядағы қауіпті жерлердің бірі болып есептелінеді. Бұл жерге баруға батылы жететін адамдар көптеп табыла бермейді. Тіптен норвегиялықтардың өздері де оған баруға батылдық көрсете алмайды. Бұл өлшемі 5 метр куб болатын Лисефорд жалғыз аяқ жолынан 1000 метр биіктікте Керак тауының жартастарының арасында тығылып тұрып қалған үлкен тас. Potato Chip Rock жіңішке шатқалы. Бұл таңғажайып әрі қауіпті жер ақш-тың Калифорния штатындағы Сан-Диего қаласында орналасқан. Және де кез келген сәтте сынып кетуі мүмкін, өте жіңішке шатқал тәрізді болып көрінеді. Алайда бұған қарамастан, шатқалда жай ғана отырып көру үшін көптеген саяхатшылар жыл сайын осы жерге келеді. Жартастың ұшына отырып, және де алаңсыз суретке түсу үшін бұл адамдардың жүйкесі қаншалықты мықты болуы тиіс екен. Гранд Каньон әйнек көпірі. Әйнек көпір ақш-тың Колорадо штатындағы үлкен каньонның батыс бөлігіндегі Үндіс резервациясында орналасқан. Және де әлемдік ойын-сауық астанасы Лас-Вегас қаласынан шамамен 200 км жерде тұр. Көпір ауада Колорадо өзенінің үстінде 1219 метр биіктікте асылып, және шатқалдан 21,34 метр сыртқа шығып тұр. Тяньмэнь тауының жалғыз аяқ әйнек жолы. Қытайдағы бұл керемет жерді әлемнің ең қауіпті жерлеріне жатқызуға болады. Чжанседегі Тяньмэнь тауының батыс бөлігінде жардың шетіме жүргізілген ұзындығы 60 метр шыны аллея 1430 метр биіктікте орналасқан жер. Бұл адамға естен кетпейтін уайым сезімін және сөзбен жеткізе алмайтын жан толғанысын тудыратын Тяньмэнь тауындағы адам қолымен жасалған жауһарлардың бірі. Хуашань тауы. Хуашань тауы әлемдегі ең қауіпті жерлердің қатарына кіргендігіне қарамастан, ол Қытайдағы туристік орындардың ішіндегі ең танымалы болып табылады. Бұлайша айтқанда тіп-тік баурай мен мыңдаған кішігірім баспалдақтар Хуашань тауына жорғалауды қиын, қауіпті және әсерлі етеді. Сондықтан болар жыл сайын қауіп сүйгіш туристер осы тауды өздеріне бағындыруға талпынады. Аль-Хусейн көпірі. Аль-Хусейн көпірі әлемдегі ең қауіпті көпірлердің бестігіне кіреді. Сонымен қатар оны ешкім ешқашан жөндемегендіктен жыл сайын тек қауіптірек болуда. 2011 жылға дейін бұл көпір Пакистандағы Борит көлін кешіп өтетін жалғыз көпір болатын. Қазіргі таңда бұл Пакистандағы ең қауіпті жерлердің бірі болып есептелінеді. Монбландағы әйнек қорапша. 3840 метр биіктіктегі шыны қорапшаның ішінде тұрғысы келетіндер үшін керемет қой. Бұл әйнек қорапша Европадағы ең биік шыңның үстінде орналасқан, ал астында болса үшкір құздар. Әлбетте бұл жер Европадағы ең қорқынышты әрі қауіпті жер десек қателеспейміз. Вашингтон таушыңы. ақш-тың солтүстік шығысында орналасқан тау шыңы әлемдегі ең қауіпті әрі қорқынышты жерлердің бірі. Шыңның ұзындығы 1917 метрді құрайды. Вашингтон тауында әлемдегі ең қатты соққан желдің рекорды тіркелген.
1937 жылы сәуір айында желдің жылдамдығы сағатына 372 километрге тең болған. Тау шыңы қыс мезгілінде кездейсоқ жолаушы мен табиғат әсемдігін суретке түсірге келген фотографтың өміріне өте қауіпті. Чернобыль, Припять қаласы. 1986 жыл 26 сәуір. Бұл күні Чернобыль атом электр станциясында апат болды. Айналаға көп мөлшерде радиоактивті электр тасталды. 31 жыл өтсе де, аталмыш апаттың салдары әлі күнге дейін зардабын тигізіп жатыр. Чернобыль атом электр станциясына жақын жерде Припять қаласы орналасқан еді. Қазіргі таңда Припять қаласы әлемдегі ең қауіпті жерлердің бірі болып есептелінеді. Себебі бұл жерде адам өміріне өте қауіпті радиацияның мөлшері өте көп. Назарларыңызға рахмет. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып арнаға жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған QLife арнасы.